Бұл адамды аю тірідей жеп қойды. Бұл Тимоти Тредуэлл. Ол аю адамы деген атпен танымал. Тимотидің өте ауыр мәселесі болды. Ол аюларға ес-түссіз құмар еді. Ол аюлармен көп уақыт өткізетін. Оларға үйреніп, өз-өзін тым еркін ұстай бастады. Аюларға жақындап, оларды сипап, өз итіндей көретін. Ең қызығы, белгісіз бір себеппен аюлар бастапқыда оған тиіспейтін. Тимоти өзін солардың бірі сияқты сезіне бастады. Ол аюлар оны өз ортасына қабылдады деп ойлады. Бірақ 2003 жылдың қазанында Тимоти тағдырын соңғы рет сынамақ болды. Ол Аляскаға жол тартып, аюлар қысқы ұйқыға дайындалып жатқанда солармен бірге болуды жөн көрді. Тағы бір таңғаларлығы, ол бұл жолы жанына өзінің сүйіктісін ертіп барды. Айналасындағылардың бар ескертуіне қарамастан. Қысқы ұйқы алдындағы кезінде аюлар өте агрессивті болады. Алайда Тимоти тек күліп, олар менің достарым дейтін. Олар екеуі Гризли лабиринті деп аталатын жерде лагерь құрды. Бірақ қастарында ешқандай қару болған жоқ. Тіпті аюға қарсы газ баллоны да болмаған. Яғни өздерін қорғай алатын ештеңе болмады. Бір аптадан соң жоспар бойынша оларды алып кетуге ұшқыш келуі керек еді. Бірақ ол лагерге жақындағанда үлкен аюдың шатырманында ары-бері жүгіріп жүргенін көреді. Қауіпті сезінген ұшқыш бірден ұшып кетіп, орман қорғаушыларын шақырады. Ал рейнджерлер оқиға орнына жеткенде сұмдық көрініске тап болады. Тимоти және оның қызының денелері бүтін болмаған күйде табылды. Олар түгел лагердің әр жеріне шашылып жатты. Бірақ бұл әлі ең қорқыныштысы емес еді. Рейнджерлер дене қалдықтарын жинап жүрген кезде олардың бірі шатыр ішінен камера тауып алды. Камерада 6 минуттық жазба болған. Бейне жоқ еді, бірақ дыбыс анық естілді. Олар жазбаны қосқанда келесі 6 минут ішінде естігендері Тимоти мен оның қызын тірідей аю жеп жатқан дауысы еді. Дыбыс анық әрі айқын болды. Бұл оқиға жабайы аңдармен әзілдесуге болмайтынын нақты дәлелі десек болады. Ал сіз бұл жайында не ойлайсыз? Пікіріңізді төменге қалдырыңыз, оқып шығу қызық болар еді. Осындай оқиғаларды жіберіп алмау үшін жазылып қойыңыз. Мен күн сайын осындай видеолар жариялап тұратын боламын.